Сәлем достар, сіздермен Несібелі. Бүгін мен үй жағдайында жөтелден қалай құтылу керектігін айтатын боламын. Ешқандай дәрі-дәрмексіз осылай үйде қарапайым әдіспен жөтелден құтылсаңыз болады. Алдымен үлкен жуаны алып, оны жақсылап жуып, тазалап алып, ұсақтап турап, оны ыдысымызға салып аламыз. Туралған жуанның үстіне 1 шай қасық бал немесе 1 шай қасық қант салсаңыздар да болады. Мен үйде бал болған соң балды салдым. Екеуін жақсылап араластырып, 6-7 сағатқа қараңғы жерге бетін жауып қоямыз. 1 күнге қойсаңыздар да болады. Суы шыққаннан кейін күніне 1 шай қасықтан 3 рет суын қабылдасаңыздар, жөтеліңізден тез арыласыздар. Енді екінші тәсіліміз тамақты шаю, яғни қайнаған суымызға 1 шай қасық тұз бен соданы салып, екеуін жақсылап араластырып, суытып қоямыз. Суығаннан кейін оны тамағымызды шаямыз. Бұл тәсілді күніне 6-7 рет қабылдасаңыздар, тамақтағы қақырықты түсіртеді. Содан соң, егер балаңыз ауырса, осы тәсілмен балаңыздың да тамағын мақтамен сүртіп алсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ауырмай жүріңіздер. Сіздермен Несібелі, сау болыңыздар.